Сол сәтте жел сыбырлады. Оңай жолды батыр жасамайды. Мен қиын жолды таңдаймын. Тастар сырғып құлап жатты. Аяғы сүрінді. Бірақ ол тоқтамады. Жол соңында тар шатқал ашылды. Шатқал ортасында алты тас қақпа тұр екен. Қақпа үстінде жазу бар еді. Бір сәт үнсіздік орнады. Сосын қақпа баяу ашылды. Ішінде мөлдір бұлақ сарқырап ағып жатыр. Бірақ бұлақ жанында ақ сақалды қария отыр екен. Мен бұл суды ауылға апаруым керек. Бұл су кез келгенге берілмейді. Онда үш сұрағыма жауап бер. Батырлық деген не? Күш қайдан келеді? Халық үшін не берер едің? Батырлық қорықпау емес, жауапкершілік. Күш жүректен келеді. Халық үшін өз еңбегімді беремін. Қарияның даусы шатқалға Сен дайынсың. естілді. Сол сәтте бұлақ суы күркіреп көбейіп, жаңа арна жасап төмен қарай аға бастады. Алдияр судың соңынан жүгірді. Жаңа арнамен ауылға да жетті. Ақсақалдар Алдиярды өз ортаға міндетімді шақырып, атқардым. сол күні аспанда бүркіт айналып ұшты. Алыс көкжиекте тағы бір ауыл көмек күтуде.